Армысыздар, эфирде Шың бағдарламасының кезекті шығарылымы және оның бүгінгі жүргізушісімен Алма Сәлімжанқызы. Бүгінгі шығарылымда біз қазақ әдебиетінде өзінің қолтаңбасын қалыптастырған ерекше тұлғамен сұхбаттасқалы отырмыз. Ол қазақтың дүние танымын әдебиет тілінде сөйлетіп жүрген санаулы қаламгерлеріміздің бірі. Әдебиетке тереңдік пен тыныштық ала келген қалам иесі. Оның шығармаларында нағыз қазақылық, даланың иісі, ұлттың үні бар. Олай болса, бүгінгі біздің қонағымызбен таныс болыңыздар. Ұларбек Нұрғалымұлы. Қош келдіңіз, Ұларбек мырза. Рахмет. Уақытыңызды бөліп сұхбаттасуға келгеніңіз үшін алғысым шексіз. Олай болса, сұхбатымызды бастасақ. Ең әуелгі сұрағым менің адам болмысы жайында болмақ. Жалпы адам өзінің болмысын қай сәттен бастап таниды деп ойлайсыз? Өте жақсы сұрақ екен. Мен өзім осы тақырыпқа өзім ойланып жүргем. Көп адам өзінің болмысын танымай да кетеді. Өзінің болмысына үңілмей де кетеді. Ал көп адам болмысын жоғалтады. Болмысын өзгертеді. Оған біріншіден ауылдан қалаға келген кезде әсер етеді. Мектептен шығып жаңағы студент болған кездегі орта әсер етеді. Одан кейінгі түрлі орта жаңағы біреу мансапты болады, біреу аяқ астынан байып кетеді деген секілді. Бір факторлар кәдімгі әсер етеді оған. Ал енді осы өзінің болмысына үңілу, сол болмысын табу деген ол енді бір бақыт, шын айтқан кезде. Мен де бір кезде ауылдан алыстап кеткен кезде, басқа бір орталарда жүрген кезде өзімнің болмысымды осы мынау қаланың өмірі бар, жаңа қаладағы өзіміздің жаңа араласатын орта бар деген секілді. Сондай кезеңдерде біраз өзгеріске ұшырапты. Кейін осы мынау біраз уақыт өткеннен кейін ауылды сағынып деген секілді. Одан кейін осы бір қазақы әңгіме айтатын бір ортаға түсіп, сосын кейін мен жаңа қазақы әңгімелерімді айта бастаған кезде соның бір тыңдаушысы табылып деген секілді. Сондай болғанда о адамның біздің шалдардың, әжелердің болмысы осындай екен ғой деп, сол кезде солардың жаңа болмысының бір еске түсіру арқылы мен қайтадан өзімді іздегендей болдым. Өзімді сөйтіп табуға бір бетбұрыс жасадым деп айтуға болатын шығар. Сондықтан олардың болмысы сезген кезде ол әсер етпей тұрмайды. Сондықтан адамның өзін өзі, Абай атамыздың есеп ал, өз-өзіңді тексер, аптасына, айына, тым болмаса жылына бір деген секілді дүниесі ол адамның өзінің болмысына үңілуге бағытталған дүние деп есептеймін. Яғни сіз өз болмысыңызды қазақи ортаға түскен кезде таптыңыз. Енді сіздің шығармашылығыңызға келсек, жазу жолындағы ең үлкен шабыт көзіне шабытты қайдан аласыз? Енді әртүрлі мен әсіресе көп нәрсені дастархан үстіндегі әңгімелерден, біреуден естіп қалған, біреуден жаңағы бір оқиғаның бір кейбіреу толық айтпаса да шетін шығарып айтады. Сондағы бір сәттен, сондағы бір адамдар ара қарым-қатынастағы бір-екі ауыз сөзден немесе белгілі бір жағдайға жаңағы адамның берген жауабы болмаған іс-әрекетпен болады ғой. Сондай жауаптары бір ерекше тебірентеді. Содан бастап сол тақырыпты өзім қаузай жүрем, ойымда жүреді, сол кеңейеді, оған тағы басқаша дүниелер қосылады деген секілді. Сонымен байланысты. Ал енді поэзия ол кез келген сәтте тұтанып кететін нәрсе. Оны белгілі бір жағдайда үнемі осылай болады деп айту қиын. Әсіресе күздің кезінде маған өте жақсы бір әсер етеді. Күздің кезінде өлеңді көбірек жазылады. Ол неге екен деп ойладым мен. Неге күзге мен сондай жаңағы бір шабыт ашылатын шақ деп. Ол енді оның өзі бала кезде қалған бір дүниеге байланысты екен. Менің енді ойлауымша, өйткені күздің күні жаңа мал етектен, жайлаудан түседі етекке, одан кейін малды отарға алып кетеді. Содан кейін оқу басталардың алдындағы
мынау кішкентай ғана соғымға соятын малдарды бір неге түкпірге, түбекке салық қойып, балалар ойнап бір 20 күннің айналасында бір керемет сондай бір тыныштық болады. Сол сәттер маған ерекше әсер еткен болу керек бала күнімде. Және сол сәтті мен жиі бір кәдімгідей бір сағынып, балаларменен жаңағындай бір емін-еркін бақытты бір ғажайып сәттер бір еске түседі. Соған байланысты болуы мүмкін. Кез келген ол нәрсе балалықпен байланыссыз болмайды. Енді сіздің шығармашылығыңызда сағыныш, аңсау сарынына тоқталсақ, ол өткенге деген сағыныш, өткенге деген махаббат па, әлде болашаққа деген үміт пе? Ол негізі құндылықтарға деген қимастық. Жалпы мынау ескі мен жаңа уақыттың бір-біріменен арпалысы, ол негізі құндылықтардың арпалысы. Мысалы, басқа өркениет, басқа мәдениет, мысалы сырттан келген кезде, ол әрине бұрынғы қалыптасып қалған мәдениетке әсер етеді. Бірін-бірі жеп қойғысы келеді жаңағындай. Соған байланысты нәрселер. Ал сол құндылықтар егер сақталмаса, онда біздің ұлт ретіндегі болашағымыз алаңдатады. Сондықтан ол әшейін құр сағыныш емес ол. Ол сол құндылықтарға деген құрметтен шыққан дүние деп ойлаймын. Себебі жай ғана көңіл айту, қазір қалай, бұрын қалай болды, естірту қалай болды. Естірткен кезде қаншама адам келіп, жаңағы оның психологиялық тұрғыда оны дайындап, одан кейінгі жаңағы өміріне жаңағы көңіл шай деген дүние бар ғой. Тіршілікке қалай, ортаға қалай араласып кетуіне қандай себептер жасайды. Соның барлығы ол ұлы құндылықтар. Ғасырлар бойы қалыптасқан ұлы құндылықтар. Ал соның барлығы қазір өзінің ең жақыны туралы хабарды әлеуметтік желіден ести салу, телефонменен айта салу, жалғыз жүрме, қандай жағдайда жүр, соның барлығы қазір етек алып кетті, қалыптасып кетті. Бұның зардабы шынын айтқан кезде көзге көрінбейтін дүние секілді көрінгенмен өте ауыр. Адамның жаңағы ішкі күйзелісіне және денсаулығына өте көп әсер ететін нәрсе. Сондықтан біздің мүмкіндігінше осы технологияны пайдалана отырып, тіпті соны ұлттың болмысын одан ары бекемдей түсу үшін, құндылықтарды одан ары жаңағындай кемелдендіре түсу үшін пайдаланудың орнына біз көп жағдайда оны керісінше пайдаланамыз. Енді жаңа әлгінде айта кеткендей, сіздің шығармашылығыңызда, сіздің шығармаларыңызда нағыз қазақилық, даланың иісі, ұлттың үні бар деп айтқан болатынмын. Енді сіздің әңгімелеріңізде жылқы, қазақ тұрмысы, дала мәдениеті өте жиі қозғалады. Жалпы неге бұл тақырыптарға жиі ораласыз? Негізі жылқының өзі де бір қазақтың ұлттық коды секілді дүние. Әсіресе мынау қала балаларының өзін бір сенімді сезінбейтін. Қазір енді қаланың баласында жұмыс жоқ, тек телефонмен ойын, сосын кейін жұмыс істемеген бала бір өзіне сенімділік пайда болмайды. Содан кейін жылқыға мініп, аттың басын өзі егеріп, былай да былай бұрып жүрудің өзі бір өзі секілді тірі жанды хайуанға өзі жаңағындай өзі соны игеріп жүргендей бір әсер етеді. Сол қатты балалардың сенімділігін ерекше оятады екен. Енді ол жылқыға байланысты, ол жарайды, өзіміздің ішкі сағынышымыз да бар, оған жаңағындай махаббатымыз да бар деген секілді, бірақ оның қазіргі уақыттағы балаларға пайдасының өзі ерекше. Сондықтан бір баланы қазіргі уақыттың өзінде қаланың баласын ауылға жіберіп, атасының қасында біраз күн жүргізсеңіз, сол бала тез есейіп келеді. Мен оны көзім көрді, достарым баласынан көрдім. Менің баламмен жасты бала болып,
сол жаңағы бір ай атасының қасына барып келді, есейіп келді. Өйткені жаңағы мына малды мына жағынан қайырсаң былай жүгіреді екен, былай қайырсаң былай қашады екен, қораға кіргізу үшін мына жағынан шығу керек екен дегеннің бәрі логика ғой кәдімгідей. Соған өзі қосып әрекетімен бәрін жасап тұрған кезде нәтиже шығып жатыр, қой қораға кіріп жатыр деген секілді. Осы нәрселер балаға ерекше әсер етеді екен. Сондықтан кей кезде жаңағы әсіресе қаланың балаларына байланысты бір әзілдеп айтатынмын. Негізі адам қылатын мал екен. Тез есейіп жаңағындай бір адам қалпына келе қалады өзі. Сондықтан да шығар, оны да біз құндылық ретінде қарауымыз керек. Енді көрермен көзайымына айналған Ахмет ұстазы телесериалының сценарийіне тоқталсақ, жалпы сценарий жазу қаншалықты қиын болды? Тарихи тұлғамен жұмыс істеу кезінде қандай жауапкершілікті сезіндіңіз? Мен енді оның алдында біз Абай жолын жаздық. Мұрат бар, Ұшқын, сосын кейін Мақпал бар. Ол кез әсіресе Абай жолын жазу өте қиын болды. Себебі енді біріншіден ол Абай, екіншіден Мұхтар Әуезов. Оның бәрін аузына сөз салу керек, оның бәрін сөйлету керек. Оның елдің Абайды, Әуезовті білмейтін қазақ жоқ. Елдің бәрі ертең экранның алдында сол Абайды сөйлетіп отырсың, Әуезов сөйлеп отыр. Қандай сөздер керек оған деген мәселе арқаны аяздай қарытты деп айтсақ болатын шығар. Бірақ енді одан өз хал-қадірімізше сәтті өттік деп ойлаймын. Ахмет ұстазы одан кішкене жеңілірек болды. Өйткені Абай жолында негізі Абайдың, Әуезовтің сөйлейтін сөздерінің бәрін өз шығармашылығынан таптық. Өз шығармашылығын қолдандық. Сөздері бар, сондай жаңағы қатқа түскен жазуы бар адамдар ғой енді. Сондықтан сол жолменен Ахаңда да, Жахаңда да жаңағы өзінің сөйлейтін сөздерін көбірек ауызекі икемге келтіріп деген секілді солай сөйлетуге тырыстық. Сондықтан енді жауапкершілігі үлкен болды. Әсіресе Ахмет атамызбен жаңағы Міржақып атамыздың сериалдарынан кейін сол жазу барысында да өзімнің де болмысым әсер еткен тұстар көп болды. Кішкене өзіме сол кезеңде байқалмайтын, бірақ кейінірек өзімнің бойымда болатын кейбір жауапкершіліктер сезіле бастады. Елге, ұлтқа, жұртқа қызмет етудегі азаматтың өзінің міндеттері деген секілді дүниелер бір бұрынғыдан басқаша бола бастаған сезіндім. Енді бізде қазақ қоғамындағы адам болу мен қазіргі таңдағы жетістікке жетудің түсінігі ара-жігі ажырап бара жатқан секілді. Ал сіз үшін шынайы жетістік деген не? Абай атамыздың бір мынандай сөзі бар. Ері ақылды, әйелі мінезді болып, тату тұрса райыс қой үстіндегі дейтін. Сондағы мінез деген нәрсе ол болмыс. Қазір біз мінезді деген сөзді жаңағы тік мінез дегенге бірдей мағынада қолданып жүрміз. Бетке айта салатын, бетің жүзің демейтін, сондайды мінезді деп. Жоқ, Абайдың айтып отырғаны кең, мінезі кең. Сондай адамды айтып отыр. Ері ақылды, әйелі мінезді деген. Өйткені ақыл деген ашу қалдырып қояды. Ашуға келген кезде ақыл жоғалып кетуі мүмкін, мінез жоғалмайды. Жаңағы мінезді әйелге беріп отырғаны, мүмкін жаңағы ер адам сыртта қарым-қатынас көп, бүгін біреу ашуландырды, бүгін біреу ренжітті, бүгін бір шаруасы бітпеді, тіпті қарны ашып келді дейік, шекесі тырысып жаңағы ақыл азайып тұруы мүмкін оның. Сол кезде оның бәрін ұстап қалатын мінез әйелге беріліп тұрды Абайда. Сондықтан мінез деген нәрсе ол кез келген жағдайға төтеп беретін сауыт. Ал сіз Оксфордта оқып келіңіз мейлі, үлкен жаңағы білім ордаларында үлкен ғылыми дәрежелерін алыңыз мейлі, ол кез келген іске сіз шақ ете қалуыңыз мүмкін, шап ете қалуыңыз мүмкін. Анандай жағдайларда жаңағы адамға тән қылық көрсете алмай қалуыңыз мүмкін. Сондай мінез көрсете алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл жаңағы мінез деген болмысын сақтау,
бұл өте үлкен дүние. Жетістіктің үлкені сол деп ойлаймын. Әрине, адамның кәсібіне байланысты, ол білімі міндетті түрде қазір енді міндетті оқу, одан кейін қазір енді оқымай бір шығып кетіп жатқан балалар енді некен саяқ шығады енді. Барлығы оқиды, университет оқиды, барлығы дерлік. Сондықтан осы тұғырды, адамның өзінің ішкі болмысындағы тұғырды бекемдеу бұл нағыз жетістік деп ойлаймын. Енді соңғы жағдайға байланысты қоғамда қазіргі таңда қазақ тілінің болашағы бұлыңғыр деген бір қорқыныш бар, үрей бар. Жалпы сіз осы үреймен келісесіз бе? Бұл сұрақпен келісуге де, келіспеуге де болады. Біріншіден, келіспейміз деп айтатынымыз, біріншіден қазақ мәдениетіне бөлінетін қаржыменен, мысалы театры болсын, жаңағы кез келген облыс, аудан орталықтарында жаңағы мәдениет үйлері болсын, соларға бөлінетін қаржы біздің жаңағы операға, басқа да біздің қазақтың өзінің табиғатындағы өзінің төл өнеріне байланысты емес дүниелерге қаржы одан бәлен есе көп бөлінеді. Бұл дұрыс емес дүние деп есептеймін. Оны депутаттар да былай ашалап шағып айтты барлығын. Ал енді келісетін себебіміз қазір мектептерде қазақ сыныптарына келіп жатқан балалар Құдайға шүкір деп айтуға болады. Шынын айтқан кезде, бір кезде осы міне Ақмоланың енді өткен уақытта да салыстырып айту керек шығар деп ойлаймын. Бізде сабақ беретін бір апайларымыз айтады, Қарағанды, осы Ақмолада жай ғана жаңағы автобустың ішінде екі қыз қазақша сөйлесіп тұр едік. Бір ата қасымызға келіп тұрды дейді тыңдап. Сөйлей беріңдерші, дауыстарың қандай тәтті, қандай керемет, қазақтың дауысы қандай деп айтады. Сонда соншама жаңағы шымқай орысшаланып кеткен қалалар қазір енді салыстырып айтқан кезде Құдайға шүкір деп айтуға болатын дүниелер бар. Ал енді мынау тілдің ғылыми жағындағы біздің қазақша қазіргі жазып жүрген, әсіресе ресми құжаттарда жазып жүрген дүниелердің біз қазақтың өзінің тілі бола тұра аударма тіл қолданып отырғанымызға ол жаным ашиды. Өйткені қан сөлінің бәрі жоғалып кетеді. Аударма, кәдімгі біз аударма тілде сөйлеп жүрген секілді сезініп кетемін кейде. Өйткені қазақтың өзінің сол жөніндегі атауы бар. Өзінің сол затқа байланысты әр түрлі жағдайда қолданатын небір теңеу сөздері бар. Соған қарамастан бізде жаңағы бірінші орыс тіліндегі дүниені қазақша аударып, ол кең көлемді қолданылып кетті. Қазір ол жазбада емес, ауызекі тілде де сондай дүниелер өте көп. Мынау бірдеме қолымнан құлақ қалды дейді. Қолынан түсіп кетті деген сөзді айтуға болмай ма, мысалы? Құлақ қалатын ол басқа нәрсе деген секілді. Ол мысал көп, мың ба, миллион ба көп енді. Сондықтан қазақ тілінің өзінің табиғатына келу жағын ғылыми тұрғыда, сосын әлеуметтік желі болсын, бұның нелері, жанашырлары, түзеушілері өте көп болу керек. Енді сіздер университеттің қабырғасында жүрсіздер қазір. Соны әрбір студент кем дегенде екі сөзді түзеуге, өстіп жаңағы тиктокқа, басқаға жаңағы салып отыруға міндеттеліп өздері солай қолға алса, өте жақсы болады. Ол кең етек алып, оны сендер басқа университетке жолдаңдар, мысалы. Жаңағы Абай атындағы университет па, Алматыдағы, басқа облыстағы ма, біздің журналистика факультетінің осы нелері осынша сөздерді былай дұрыстап сөйлеуге неғып жатыр, үндеп жатыр деп, ол басқа университеттер қолдау тауып сөйтіп ары қарай жастар жаңағы өздері соны дұрыстап алып кетсе, ол керемет болады деп ойлаймын. Енді біздер есті ұрпақ болуымыз үшін нені еске түсіруіміз керек? Есті ұрпақтың еске түсіретін дүниесі көп әрине. Ол ең алдыменен құндылықтар мәселесі. Әрине қазақтың мақалының іске татырлығы да бар,
іске алғысыз да бар деп абай айтпақшы, кейбір біздің қалыптасып қалған дүниеміз уақыттың, қазіргі уақыттың сұранысына жауап бере алмай қалуы мүмкін. Бірақ біздің жаңа ғана мысал етіп айтқан жаңағы қазаға байланысты болсын, тойға байланысты болсын, жаңағы біздің қазіргі тойдың мәдениетінің өзі тұтас халықты бір басқа жаққа алып бара жатқан секілді де. Мысалы, сәукеле деген дүние бар еді, ол бір-ақ рет киіледі адамның өмірінде, жаңағы төркіні береді, оны 500 байталға дейін бұрын сатып алатын деген секілді. Мысалы, екінші ретте тұрмысқа шығып, екінші ретте үлкен дүркіретіп жаңағындай сәукеле киіп, беташарын жасап, той қылып жатады деген секілді. Оның барлығы негізі өз адам екінші рет әрине жағдай заман басқа, жағдай әртүрлі, екінші рет тұрмысқа шығу жағдайы деген секілді нәрселердің бәрі болып тұрады. Бірақ оны жаңағындай жай ғана бір тұңғыш рет бір тұрмысқа шығып жатқандай дүркіретіп не қылу деген секілді, олар ерсі көрінетін. Ерсі емес, олар жасалынбайтын бұрын, шын айтқан кезде. Оның барлығы деген қазір мүлде басқаша. Не біз салтымызды сақтайық, салтымызды сондай деп айтқанда сондаймыз. Сондайдың біреуіне келгенде біз ауыз аша алмаймыз. Ол секілді өте көп және. Мен оның бір ғана мысалын айтып отырмын. Сондықтан құндылық деген, салт деген дүниелер кейде оның мүлтіксіз орындалуымен салт болады. Мүлтіксіз орындалуымен дәстүр болады. Әйтпесе ол құр сырты ғана қалған. Біз өтірік, бізде бәлен салтымыз бар, бәлен ғұрпымыз бар деп қоямыз. Оның бәрі іс жүзінде теріс жағында жұмыс істеп жатыр, тіптен керек болса. Одан істелмей қойған жақсы дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан сол іске татырлық құндылықтарды еске түсіру керек және соны дұрыс жағына пайдалануға үндеу керек, соған жетекші болу керек. Жастардың ұлттық дүниетанымға бет бұруына әдебиет қандай жолмен ықпал етеді? Біріншіден, Алаштың кезінде Міржақыптардың кітабына патша үкіметінің өзі тосалқы болып жатқан кезде, жаңағы Әлихан аталарымыз айтады, қолыңмен жазып болса да, халықтың ішіне таратына сөздерді жеткіз дейді. Қалай да бұл халықты оқуға үндеудің қандай шарасы бар, соның бәрін жүзеге асыруымыз керек дейді. Бұл қарапайым қағида болғанмен бізде әлі солай. Ал енді әдебиеттің әсері ол мүлде бөлек әсер. Және бұл көркем өнер деген дүние адамның мынау жүрегінен бірден жүрегіне әсер етеді. Ол кез келген көркем шығарма адамның сезім дейтін пернелерін басып отырып барып ақылына тікелей әсер етеді. Ал саясаттағы көп жаңағындай бағдарлар, саяси жаңағындай бір қозғалыстар арқылы ұлттық идеология жасау деген ол кейде уақытша жемісін я оңды, я сол беруі мүмкін. Бірақ әдебиеттегі ол кәдімгі санаға, жүрекке әсер ететін дүние, ол адамға түбегейлі төңкеріс жасайды. Негізі көркем өнердің негізгі міндеті адамның санасына төңкеріс жасайды. Оны тоқтатамайсың сен. Ол бір лап етіп жанатын дүние емес. Ол жүрегіңді шымырлатып, лаулап жанып тұра алатын дүние. Сондықтан әдебиет солай үлкен әсер етеді. Ал енді оның қазіргі әдебиеттің насихатталуы, жазылуы, оның әсер етуі деген дүние әрине ол кең тақырып, ұзақ сөйлейтін тақырып шығар. Ал енді әсер ету жағынан әдебиет ол жаңа киноға да ұласып жатыр. Бәрі бір дүние болуы мүмкін ғой. Өздеріңіз көрдіңіздер, Оян қазақ қалай әсер етті? Қалай жастарға қалай санасына төңкеріс жасады? Мені неге орысша құтқасыңдар деп ата-анасына барып жылаған балаларды көрдік. Бір бильярд ойнайтын бір жерде бір ақсақал жүретін шал кісі. Сол бір күн мені құшақтайды. Мен немерелеріммен сөйлесе бастадым ғой дейді. Өйткені олар орысша сөйлейтін, бірақ неге барып келді дейді, жаңағы Оян қазақты көріп келгеннен кейін сондай бір айтты дейді, біз неге орысшамыз? Бізді қазақша курсқа бер, біз қазақша үйренеміз.
деп, олардың бір аталарының алашпен байланысы бар екен, оны іздеп, архивті ақтарып, газеттерге сұхбат беріп, жаңағы шулап кеттік дейді де, жаңағы екі немерем дейді сонда. Сондай әсер етеді, ол барлығы бірге ұласып жатқан дүние. Сондықтан біздің әдебиеттің экрандалуы деген бар. Әдебиетті жаңағы экранға шығару мәселесі, тұтас қазақ әдебиетіндегі шоқтықты шығармаларды ол үлкен бағдарлама жүзінде жүзеге асу керек. Сонда ол үлкен әсер етеді. Енді сұхбатымыз өз аяғына жетіп қалды. Соңғы қорытынды сұрақ ретінде сұрайын. Қазақы тәрбие мен қазіргі педагогиканың ұштасатын тұсы бар ма? Қазір көптеген жеке мектептер, сосын кейін жаздық жеке лагерлер пайда болып жатыр. Балаларды әсіресе жазда жаңағындай түрлі курстарға, түрлі әңгіме, жаңағы қазақ тәрбие, жыр жаттауға деген секілді дүниелер. Бұл балалардың ішкі сұранысынан. Енді әрине мектепте бізде әрбір мектепте қазір домбыраның курстары бар. Қаншама жаңағы бір атқа міну, садақ тарту деген дүниелер де бар кейбір мектептерде. Ол солай қалыптасып келе жатыр деп ойлаймын. Сондықтан ата-анаменен жұмыс, ата-анаменен жиналыс дегендерге өзі көбіне көңілім тола бермейді қазіргі уақытта. Өйткені жаңа методика дейді, жаңағындай бір басқаша ата-аналармен ойнап бір нәрселер жасап кетеді. Жаңағы маған ұнамайды ол. Енді әр мұғалімнің өзінің жеке бір педагогикалық жауапкершілігі, жаңағы ұстаздық жауапкершілігі деген нәрсеге келіп тіреледі. Сондықтан бұл жайында мұғалімдерге көбірек жаңағы осы ұлттық тәрбиеменен ұштастыру жағын көбірек қолға алу керек шығар. Министрлік тарапынан болсын деген секілді. Бір қазақ жалпы мұғалім, ұстаз деген дүниеге сондай атқа бір ерекше жауапкершілік жүктеп тұратын бір сөз бар. Бұл менің атым Қожада, Рахман аға айтады ғой, мен сұлтанның шырағын жаға алмадым деп. Өкінетті. Ол да сондай тентек бала, ол да сондай оның да қабілеті бар бала, бірақ мен жаға алмадым дейді, өзін кінәлайды. Сондықтан бұл жағында ұстаздардың жауапкершілігі өте жоғары. Енді мектептің баласымен жұмыс істеу өте қиын, бірақ өзі уайымдап осы баламен қайтсем, осы баланың жаңағы шырағын жағам дейтін ұстаздар көбейсе, оның барлығы реттеледі деп ойлаймын. Жаңа заманның ұлт ұстазын көре аламыз ба? Әрине. Мен оны ұстаздардан көбірек көріп жүрмін осы кезде. Өзі Ахмет ұлт ұстазында көп, біз ұстаздық жолда қандай керемет жолда жүр екенбіз деп хабарласқан адамдар өте көп болды. Одан кейін қазіргі жас ұстаздардың, әсіресе мектепте мынау ер балалардың, мұғалімдердің көбейіп келе жатқаны қуантады. Біртіндеп болса да көбейіп келе жатыр да. Олардың берген тәлімі, сабағы балалармен, әсіресе ұлдармен сөйлесу деген олар басқаша дүние. Сондықтан осы жаны күйіп, облыстарға барып, сол мұғалімдерге өздері жаңағы семинар, соларға лекция сөйлеп жүрген нелер көп балалар. Олардың біразымен таныспын. Кеше ғана үйде қонақ болып келді, Алматыдан 3 жігіт Арқалықтың өңіріне барып, солардың мұғалімдермен сөйлесіп, тәжірибелерінің барлығын соларға үйретіп, айтып, сөйтіп елді аралап солай жүр. Мысалы, соларға қарап бір кеудең қуанышқа толады. Жақсы, бүгінгі сұхбат үшін рахмет. Көрермендерге қызықты әрі пайдалы ақпараттар айтылды деген сенімдеміз. Сіздің жаңа кітаптарыңызға, жобаларыңызға сәттілік, шығармашылығыңыз дами берсін. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.